Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тюльпан самсаның, қазіргі таңда хит болып жатқан самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте оңай және жылдам дайын болатын самса. Сонымен қатар қамыры өте жұмсақ болып шығады. Және де дастарханның көркін ашатын самсалардың бірі. Сонымен дайындауды бастаймыз. Алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп аламыз. Сосын үстіне қопсытқышты қосып, кішкене араластырып жібереміз. Сосын қамыр илейтін ыдысымызды алып, оған суымызды құйып аламыз және тұзымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз, тұзымыз толықтай ерігенше. Одан бөлек кішкене қант қосып жесеңіздер де болады, дәл сондай шамада. Ал енді судың үстіне айранымызды құямыз және оның үстіне сармайымызды салып аламыз. Сармайымыз бөлме температурасында болу керек. Сонда қамыр жасағанда оңайырақ болады. Сосын ұнымызды салып, қамыр илеп алатын боламыз. Қамырды орташа тығыздықта илеп аламыз. Қолға шапыспайтын болып шығуы керек қамырымыз. Ұнды бөліп салып аламыз. Қажетті заттардың мөлшерін төменде описаниеда жазып қоямын. Және сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып кетіңіздер. Қамырдың басы біріккен соң кішкене түсіріп илеп аламыз. Жақсылап иін қандырып қамырды жасаймыз. Сонда самсамыздың қамырда өте әдемі болып шығады. Дәл осылай қолға жабыспайтын қамыр болып шығу керек. Енді осыны тындырып қоямыз 15-20 минутқа. Осы уақытта біз салмамызды дайындайтын боламыз. Тартылған етімізге пиязымызды турап майдалап турап аламыз. Дәміне қарай тұз саламыз, қара бұрыш саламыз және жақсылап араластыратын боламыз. Толықтай пияз бен етті араластырып аламыз. Сосын осы салмамыздың үстіне сұйық май құямыз. Кішкене көп емес, азырақ құйып аламыз. Сонда самсамыз піскен кезде етіміз бір-біріне бірігіп, жабысып қалмайтын болады. Дәмі ерекше дәмді болып піседі. Салмамызды дайындап алдық, енді қамырымызды дайындайтын боламыз. Жасайтын орнымызға ұн сеуіп, кішкене бөліктерге бөліп аламыз қамырымызды. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, әрі жылдам дайын болады. Қамырдың құрамында май болғандықтан оны жайып, арасына май жағудың қажеті жоқ. Өзі жұмсақ болып шығатын болады. Қамырды бөліктерге бөліп алған соң жаюға дайындап, дөңгелектеп шығатын боламыз. Сосын қамырларымызды барлығын осылай дөңгелектеп жайып аламыз және самсамызды дәл видеодағыдай түйіп шығатын боламыз. Бұл самсаны түйудің ешқандай қиындығы жоқ. Кішкене ғана шетін кесіп аламыз. Сосын ішіне салмасын салып, орап шығатын боламыз.
Міне көріп тұрғандарыңыздай өте оңай және өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай жайып, тюльпанға ұқсатып, түйіп алатын боламыз. Самсаның бетіне жұмыртқаны жағып, қалауларынша мак немесе күнжіт сеуіп, 180-200 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Самсаның біраз бөлігін тюльпан қып түйдім, біраз бөлігін ұйғыр самсасы сияқты шетін өріп шықтым. Міне самсаларымыз дайын болды. Өте әдемі болып шыққан, кез келген дастарханның көркін ашады және де дәмі өте керемет, қамыры жұп, жұмсақ болып шығады. Барлығына ұнайтынына сенімдімін. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жылдам дайын болады. Және де осы видеомды толық қараған болсаңыздар, пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, менің жаңа видеоларымның барлығын сіздер алғашқы болып көретін боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.